Сәлем достар, біз сіздермен шеңбердің ұзындығына арналған есептер шығаратамыз. Бізге кішкентай шеңбердің радиусы 2-ге тең болатын, 2 сантиметрге, ал үлкен сырттай сызылған шеңбердің радиусы 5 сантиметр болатындай, осы шеңберлердің, яғни үлкен шеңбердің ауданынан осы шеңберге іштей сызылған 4 шеңбердің ауданын азайтылғандағы қалған бөлігінің ауданы қаншаға тең екенін табуымыз керек. Ол үшін бізге кіші шеңберлердің ауданын тауып алуымыз керек. Яғни кіші S кішкентай шеңбердің ауданы πr квадратқа тең. Ал кіші шеңбердің радиусы 2-ге тең. Сонда кіші шеңбердің ауданы π-ді көбейтеміз 2-нің квадратына. Сонда 4π-ға тең. Ал бізде бұндай шеңберлер 4-те. Осы 4 шеңбердің, яғни 4 дөңгелектің ауданын табатын болсақ, 4-ті көбейтеміз S-ге. Сонда 4-ті көбейтеміз 4π-ға. Сонда бұл тең болады 16π-ға. Яғни осы шеңберге салынған 4 шеңбердің ауданы 4π-ді құрайды. 4π-ге тең. Енді бізге табу керек. Осы шеңбердің, үлкен шеңбердің ауданынан, яғни дөңгелектің ауданынан 4 шеңбердің дөңгелектің ауданын алып тастаған кезде мына бөліктер қалады. Осы бөліктің ауданын. Ол үшін енді үлкен шеңбердің ауданын табу үшін енді r-дің орнына 5-ті қоямыз. 5-тің квадраты көбейту π тең болады 25π-ға. Енді аудандарды айырмашылық болу үшін 4π-ді біз S1 деп алайық. S1. Ал үлкен шеңбердікін S2. Енді бізге қалған бөлігін табу үшін S тең үлкен шеңбердің, яғни сырттай сызылған үлкен дөңгелектің ауданынан азайтамыз S1-ді. Яғни кішкентай 4 шеңбердің ауданын, дөңгелектің ауданын S тең 25π-дан азайтамыз 16π-ді. Сонда 25π-дан 16π-ді алсақ, онда үлкен дөңгелектің, яғни кішкентай дөңгелектер өтпейтін аралық қалады 9π. Балалар, біз сіздермен қарастырдық шеңбердің ұзындығына арналған есептерді шығаруды. Келесі кездескенше сау болыңдар.